Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен өзіміз отырып шай ішетін боламыз. Яғни бұл дегеніміз диагностика барысындағы қателіктер. Соны талдаймыз. Жалпы осы сабақтан кейін сіздер диагностикадан кейін қателік жібермейсіздер деген үлкен сенімдемін. Себебі бұл былай айтқан кезде кішкентай лайфхактар мен шпаргалкалар болып саналатын болады. Бұл лайфхактарды өте көптеген мамандар білмейді. Себебі білесіздер, осы күнге дейін мен қаншама мамандарды оқытып келдім. Анализ жасау барысында осы қарапайым қателіктер көп жіберіледі екен. Ал ендеше кеттік. Жалпы бүгінгі қателіктерді мен 10 бағытқа бөлдім. Представьте, 10 бағытқа міндетті түрде бәрін жазып отырыңыздар. Өйткені егер сіздер осы диагностиканы дұрыс жүргізбейтін болсаңыздар, ата-ана сізден де күшті диагностика жүргізетін специалистке просто так кетіп қалады. Және аттарыңызға кір келуі мүмкін. Ол маман дұрыс диагностика жасай алмайды, біз барғанбыз деген секілді. Ал енді осы қателіктерді білсеңіздер, туысқандарыңыздың өзіне де ұялмай диагностика жасай беретін боласыздар. Ең бірінші бұл диагностиканың жүйесі жүргізілуі. Ең бірінші дәл солай жазып аласыздар. Неге? Өйткені диагностиканы көбінесе мамандар қалай болса солай бастайды. Бала келді, ата-ананы отырғызып қояды, ата-анамен сөйлесіп кетеді. Диагностика олай жүргізілмейді. Диагностика ең бірінші бала келген бойда 4 бағытқа бөлінеді. Мамандар осы 4 бағытқа бөлмейді. Яғни ең біріншісі ол бізде дайындық кезеңі. Бірінші бөлмені дайындап алмайды. Оның былай айтқан кезде ата-ана отыратын партасы орындығы жоқ, бала отыратыны жоқ, өзі отыратыны деген секілді. Ата-анаға да бір жер арнап қоясыздар. Және диагностика барысында ата-анамен сөйлесе алмайды көбісі. Ата-ана келген бойда бірден диалог бастап, қалай неге алып келдіңіз деген сияқты сұрақтар қойып кетеді. Ал шындығына келген кезде ата-ана келді ма, ата-анаға біз айтамыз: қазір анамнез толтырыңыз, мен сізбен диагностикадан кейін сөйлесемін. Бірден ата-анамен сөйлесудің қажеті жоқ. Себебі сіз бірінші диагностика жасайсыз, содан кейін сізде 4-ші кезең бар, ата-анамен сөйлесетін. Бірінші кезең дайындық кезеңі. Бөлмемізді дайындап аламыз. Егер сіздің бөлмеңізде кішкентай мелкий заттар бар болатын болса, онда болды, сіздің диагностикаңыз дұрыс өтпейді. Неге? Өйткені бала бір затты алып алса, ол оған жабысып қалады. Сіздің моторный дорожкаларыңыз, моторикасын, ұсақ моторикасын тексеретін, танымдық қабілетін, артикуляционный аппаратын, байланыстырып сөйлеу тілін тексеретін заттарыңыз бәрі сақадай сай дайын тұру керек. Сразу бала келгенде на автомате сразу беретін. Одан кейінгі кезең ол бізде енді диагностикалау кезеңі. Бұл кезеңде біз баланы сырттай және іштей бақылаймыз. Ең бірінші баланы іштей бақылаймыз, баламен контактыға түсеміз. Сосын барып сырттай бақылаймыз. Егер бала сізбен контактыға түскісі келмесе, диагностиканы мүлдем тоқтатпаймыз. Сырттай бақылау арқылы жалғастыра беретін боламыз. Это золотые правила логопеда, дефектолога и специалиста. Жаттап аламыз. Одан кейінгі кезеңі қорытындылау кезеңі. Бұл өте маңызды. Дәл осы кезде сіз ата-анаға көрген заключениелеріңізді бәрін айтатын боласыздар. Яғни бала келді, жалпы моторикасы қандай, ұсақ моторикасы қандай, танымдық қабілеттері қандай. Танымдық қабілеттерін айтпай, сразу сенсорный нарушениесіне көшіп кетеді. Арасында танымдық қабілет деген үлкен процесс жатыр ғой. Мамандарға біз айтатымыз, осы үлкен процесті бірінші үйреніп алыңыздар, сосын барып сенсорный нарушениеге көшесіздер деп. Одан кейінгісі жолдау. Бұл жолдау кезінде заключение жазып беру керек болады. Кәдімгі прям любой бір қағазды аласыздар да заключение жазып бересіздер. Бұл заключение мен ата-ана психиатрға, невропатологқа, Америкаға, Германияға, бүкіл жерге бару керек. Дәл сондай заключение біздер 2 айда, 3 айда келіп тұратын, Германиядан келетін бізге ата-анамыз бар. Соған біз кәдімгідей жазып береміз заключение, чтобы ол жақтағы эрготерапевттер оқысын біздікін деп. Өйткені қорықпаңыздар, заключение жазу бұл өте маңызды. Сіз қандай диагностика жүргіздіңіз, соның бәрін қағаз бетіне түсіріп бересіздер. Сол бойынша басқа мамандар да жұмыс жасайды. Мысалы, менің командамда қазіргі таңда 30-дан астам мамандар жұмыс жасайды, и мен солардың любойына спокойно жібере аламын. Неге? Өйткені олар баланы алады да, любой өздерінің де диагностикаларын жасап, екеуін сравнить етіп, салыстырып жұмыс жасай беретін болады. Бұл бірінші диагностика кезеңін аяқтадық. Диагностиканың жүйесі жүргізілу кезеңі, бірінші кезең. Екінші қателіктер, ол бізде когнитивті және семантикалық процестерді толық ашып айтып бермеу. Жаңа мен айттым, бірден сенсорный нарушение, сіздің балаңыздың пропрецепциясы, интерцепциясы деп кетудің қажеті жоқ.
ЗПР бала келіп тұрма, бірінші не үшін оған ЗПР деп біз қоямыз, немесе қойылды, немесе ЗПР под вопросом болып тұр, соны анықтап аламыз. Ал оны анықтау үшін біз не істейміз? Мысалы, бізге кейбір ата-аналар келеді, сосын айтады, менің балама ЗПР қойылды, бірақ мен онымен келіспеймін дейді. Мысалы, менің случайымда сондай нәрселер өте көп болды. Сосын мен айтқан болатын, диагностика жасағаннан кейін, сіздің балаңызға ЗПР қойылды, и ол шынымен де ЗПР-ға больше келеді деп. Мама шошып кетті, неге? Мен онымен келіспеймін, ол бәрін біледі, бәрін айтады деген сияқты. Өте маңызды кезең. Біз ата-анаға мысалы картина көрсетеміз, иә? Қайда? Қазір мен көрсетемін. Балалар далада ойнап жүр. Қараңыздар. Яғни, мына картина көрген бала не істейді? Ойнады, зырғанады, машина ойнады деген секілді айту мүмкін, бірақ не істей алмайды? Жалпылай алмайтын балалар бар. Олар қайда жүр? Олар балабақшада жүр, садикте жүр, дворда жүр, паркте жүр деген секілді айта алмайды. Яғни біз баланың семантикалық, абстрактілі ойлауын, когнитивті ойлауын, себеп-салдарды байланыстыруын, аналитический умын міндетті түрде тексеріп аламыз. Онсыз бірден ойбай сенсорный, тактильный деп көшпейміз. Бірінші біз как дефектолог, дефектологиялық бағытта баланың танымдық қабілетін раскрывать етіп алайық та, бірінші ашып, толықтап, сосын барып одан кейінгі кезеңге көшеміз. Бұл өте маңызды. Яғни баланың жоспарлау процесін, жұмыс жадын, когнитивті процестерін, кратковременная память, абстрактылы ойлауын, когнитивті нарушение, соның ішінде ес, жад, еске алу, қиял, тағы не бар, логика, фантазия, соларды тексеріп алайық. Өйткені основной ЗПР-дің проблемасы осы жерде. Соны анықтасаңыздар, сіздер баланы аз уақыттың ішінде сразу өте тез результатқа шығаратын боласыздар. Бұл маңызды. Одан кейінгі тағы бір өте маңызды осы жерде диагностика бойынша қателіктер. Бұл маманның определенный бір құралының болмауы. Просто семантикалық жалпы моторика деп айта салады. Негізі сіздер сүйенетін бір құрал болу керек. Менің құралым ол даму картасы. Мен қолданатын даму картасы ол кәдімгі Қазақстан Республикасының білім министрлігімен бекітілген даму картасы. Негізі мемлекет бізге беріп қойған жоқ емес, бізге беріп қойды мемлекет негізі бәрін. Просто біз кейде оны қолдана алмай отырмыз. Мысалы, даму картасында осы абстрактілі ойлау, семантикалық, когнитивті, танымдық қабілет құрастыру, терең ойлау, аналитический ум, фантазия, логика, себеп-салдар процесі бәрі жазылған негізінде. Біздер оны курс барысында беріп жүрміз мамандарға. Одан кейінгі екіншісі VP-MAP. Егер жоқ, мен даму картасымен жұмыс жасағым келмейді, мен аутизмнің бар екендігін нақты ата-анаға дәлелдеп бергім келеді десеңіздер, пожалуйста, VP-MAP. VP-MAP-тың протоколдары бар. Осы VP-MAP протоколдарын алып толтырып бересіздер. Сонда ата-ана сіздің кәдімгі определенный құралыңыз бар екенін біледі. Міне основной мына жерде протоколдары бар. Такт, поведение слушателя, визуальное восприятие. Бәрі ішінде жазылған. Осы протоколды толтыру арқылы сіздер баладағы нарушениенің бар екенін білесіздер. Аутизмнің бар екенін. Одан кейінгісі ADOS-2. ADOS-2-ні де қолдану қиын емес, мүлдем ойлағандарыңыздай. Ол да баланың осы жалпы әлеуметтік қарым-қатынастарын, аутизмнің бар жоқ екендігін нақты 70%-ға нақты анықтап беретін біздің құралдарымыз деп айтсақ болады. Әрине 100% деген жоқ. Бірақ бұл маман есебінде сіздердің былай айтқан кезде статустарыңызды көтереді. Себебі қазіргі таңда аутизммен күресіп жүрген аналардың көбісі біледі, что ADOS-ты немесе VP-MAP-ты меңгерген специалист, ол реально аутизммен жұмыс жасай алатын специалист. Немесе өзінің определенный даму картасы бар дефектологтың өзі, ол четкий специалист былай айтқан кезде. Одан кейінгісі балалардың мінез құлық талдауының болмауы. FBI бланкі дейміз, немесе FBI бланкылар деп атаймыз. Яғни бала сіздің алдыңызға келгенде ол не үшін шыңғырады, не үшін қырсығады, не үшін тыңдағысы келмейді, не үшін жерге жатып алады, не үшін өзін өзі лақтырады, не үшін естімеген сияқты болады, не үшін мына тапсырмалардың бәрін лақтырып тастайды, не үшін белгілі бір процестерді әдейі істейді.
Бұның бәрін негізі EBA специалистер, EBA тераписттер соның ішіне FBI бланкі толтырады, және сол арқылы баланың оған әсер еткен стимулды, баланың поведениесін және одан кейінгі болған процестерді бірден анықтап беретін болады. Мен бұндай сөздерді білмеймін, мен оны естіген жоқпын, көрген жоқпын, іздену керек, осыларды білу керексіздер. Өйткені бұл сіздердің жұмыстарыңызды әлде қайда жеңілдетеді. Вот просто поверьте мне. Одан кейінгісі стимуляция, самостимуляция, аутоагрессиялардың не себепті болатындығын ата-анаға түсіндіре алмау. Көбісі біз стимуляциялармен жұмыс жасаймыз, стимуляциялармен біз жұмыс жасамаймыз. Біз қалай стимуляциялармен жұмыс жасаймыз? Біз стимуляцияларды басуға әрекет етпейміз, ондай процестер болмайды жасауға. Біз ол стимуляцияны толдыратын себеп салдарды анықтаймыз. Яғни ол не? Ол сенсорный перегрузка болуы мүмкін, ол белгілі бір сенсорный нарушение болуы мүмкін. Мысалы, ата-ана келгенде сізден сұрайды, неге менің балам домофонды тоқтамай баса береді дейді. Немесе сұрайды, неге менің баламда боковой зрение дейді, көзінің қиығымен барлық заттарға бүйтіп қарайды дейді. Мысалы, заттарды бүйтіп шеттерін ұстап көреді, неге деп сұрайды. Сол кезде сіздер жауап бере алу керексіздер. Өйткені біз арнайы педагогпыз. Арнайы педагог ол естественно жан-жақты болуы керек. Яғни ол жерде визуальное искажение болуы мүмкін, сенсорный перегрузка болуы мүмкін, немесе фронтальное, немесе боковое зрение, ол не өзін-өзі тыныштандыру процестері болуы мүмкін. Осының бәрін сипаттап беру керекпіз, білу керекпіз. Сенсорный нарушение қандай, және бізде диагностика барысында жіберілетін тағы бір қателік, ол зейіні тұрақсыз деп жаба салады. Зейіні тұрақсыз екен ата-ана да біледі ғой. Біледі ол зейіні тұрақсыз екен, сол үшін әкеп тұр бізге. Біз не айтамыз? Біз оларға неше минуттан неше минутқа созып беретінімізді де айтып береміз. Это очень круто, егер сіздер ата-анаға осылай күшті қылып ашып түсіндіріп берсеңіздер. Оны қалай бағалау керек, оның да арнайы өзінің шкалалары бар, оның бәрін мен сіздерге үйрететін боламын. Одан кейінгісі коммуникативті дағдыларын толық бағаламау. Осы өте, былай айтқан кезде, мамандардың жіберетін қателіктері, яғни балалардағы манттың, тактың, яғни байланысуы, сұрауы, заттың бізге реакциясы, әлеуметтік ортамен байланысы, не үшін қандай бағыттағы коммуникативті дағдылар бұзылған, не үшін балада обращенная речь жоқ, не үшін бала керегін келіп сұрай алмайды, не үшін бала былай айтқан кезде қашады, немесе мінез құлық формаларында өзгерістер бар жалпы. Оның бәрін осы біздер баланың коммуникативті дағдыларын бағалау барысында анықтап беретін боламыз. Одан кейінгісі диагностиканың қорытындысын дұрыс жазылмауы. Яғни қорытынды заключение жазылмайды, немесе өте қысқа. Логопедке жақсы, логопедический бала келді, нарушениесі бар, біз жазып береміз. Логопедический нарушение, оның астына не үшін? Мен баланың гипертонусы, гипертонус губ, гипотонус языка, не үшін логопедический массажға біз направлять етіп жатырмыз, соны да біз жазып береміз. Одан кейінгісі, егер прикус болса, миофункциональный нарушение болса, оны анықтау қиын емес. Просто бала алдыңызда тұрса, просто бір стакан су ішкізіңізші, сразу анықтайсыздар. Қалай жұтынатына дейін инфантильный тип глотания балада бар ма жоқ па. Мысалы, егер осыны сіздер біліп алсаңыздар, сіздер кез келген ДЦП баламен, гиперкинезі бар, кез келген дизартриесі бар баламен аз уақыттың ішінде тез результат шығаратын боласыздар. Даже бізден миофункциональный нарушениені үйреніп алған специалистерге мен айтатыным, қорықпаңдар, инсульт, инфаркт алған адамдармен жұмыс жасаңдар, сендер результат шығарасыңдар. Қазір олармен жұмыс жасайтын адам жоқ. Бұлай қарап отырсақ, аз, өте аз. Ондай адамдар өте көп. Бір күннің өзінде как минимум 1-2 адам жазады бізге. Біздер инсульт алып едік, инфаркт алып едік, сіздер баланы аласыздар ма деп. Не то, что кішкентай балалар и так таулар өте көп. Одан кейінгісі баланы басқа мамандарға дұрыс бағыттай алмау. Көбінесе біздер мамандар өздері түсінбеуі мүмкін. Не үшін ол психиатрға жолдап жатыр, не үшін невропатологқа, не үшін лорға, не үшін ортодонтқа, не үшін ортопедке мысалы жолдап жатыр. Соның бәрін біз білуіміз қажетпіз. Одан кейінгісі баланың даму жасын анықтамау, онтогенез бойынша. Яғни бала біздің алдыңызға баланың хронологиялық жасына қарап біз бағалап жібереді көбісі. Хронологиялық жасы ол 5-те болуы мүмкін. Ал оның
ойлау қабілеті, яғни психикалық деңгейі 5 жасқа келмеуі мүмкін. 2 жастағы бала болуы мүмкін. Оны да біз онтогенез бойынша үйренеміз. Онтогенезді сіздер интернеттен алмаңыздар. Онтогенезді кәдімгі өзінің специальный авторлары бар. Сол авторларға сүйеніп жасау керек. Өйткені мысалы біз қазір докторантурада оқып жатырмын мен, и мен со стороны қараған кезде специалистер өздері білмейді не онтогенезге сүйенетінін, не үшін ондай жас ерекшелігін қойғандығын былай айтқан кезде. Сіздерге мен оны беретін боламын. Одан кейінгісі ата-анамен жұмыс қателіктері, диагностика нәтижесін ата-анаға дұрыс түсіндірмеу. Яғни диагностика біз всегда айтамыз, ата-анамен сөйлескен кезде ата-ананы всегда 4 бағыттан өткізіп алыңдар деп айтамыз. Яғни ең біріншісі, ата-ана келді ме, не істейсіңдер, баланың жақсы плюстарын айтасыңдар. Даже если бала шыңғырып сізбен кірмейтін болса да біз плюсын айтамыз. Неге? Оның менімен контактыға түспегеннің өзі күшті. Значит, ол қайда келгені, не үшін келгенін, қазір мен не істегім келіп тұрған өте жақсы түсініп тұр. Өзінің қалауын жақсы біліп тұр бала. Просто келіп, отырғызып қойғанға отырып жатқан жоқ. Сондай нәрселерден плюс көре алу керекпіз. Одан кейінгісі ата-анаға баланың нарушениесін грамотно түсіндіру. Біз диагноз қоймаймыз, біз нарушениенің атын айтпаймыз, біз под вопросом қоямыз, немесе если кішкентай бала болса, темповая задержка тоже под вопросом қоямыз. Аутизм, ЗПР, ЗПР не үшін оларға психиатр, невропатолог қойып бергендігін дәлелдеп береміз, және осы семантикалық бұзылыстың не үшін екенін, неге ол сандарды білет оқи алмайды, неге ол әріптерді білет оқи алмайды, есеп шығара алмайды, оқиды, бірақ неге түсінбейді, неге жалпылай алмайды, неге жыл мезгілдерін жаттай алмайды, неге түстерді жаттай алмайды, неге постоянно шатастырады, неге мына сырттағы балалармен не істеп келгенін түсіндіріп айта алмайды. Соның бәрін біз жасаймыз, біз оны басқа ешкім жасамайды, бізден басқа түсіндірмейді ешкім. Біз оны түсіндіру керекпіз. Мектепте отырған дефектологтар, логопедтер, олар мектепте сол үшін отыр. Неге ол мектепте жарамды деген бала неге оқи алмай жатыр? Соны шығарып беру үшін отыр. Садикте де, жеке орталықтар, тем более ақша төлеп сол үшін келеді ата-аналар. Одан осындай диагностиканы жасап күшті қылып берсеңіздер, ата-ана сіздерге өте қатты риза болып келеді. Мысалы, бір риза болған ата-ана, как минимум 5 ата-ана сіздерге рекомендовать ететін болады сіздерді. Одан кейінгісі үміт пен жоспарды дұрыс қалыптастыру керек. Өйткені, мысалы, айтады, сіздің балаңызға біз баланың примерно садикке неше жаста бару керектігін біз примерно айта аламыз. Көріп тұрсыздар ма, баланың топтық сабаққа әлі дайын еместігін біз сразу айтамыз. Бала әлі неге дайын емес деп. Одан кейінгісі баланың мектепке направлять ету, қай жаста, қандай болу керек, және жоспар құру. Ата-ана сіздерден сұрай береді, қашан результат деп. Ал қашан екенін айту үшін, мысалы, сіз айтасыздар, біз қазір сіздің балаңызбен Джаспер терапиясын өткіземіз. Ол Джаспер терапиясы негізі 4-5 кезеңнен тұрады. Бірінші бірлескен назар, реакция, имитация қалыптастырып алайық. Содан кейін ары қарай біздер осындай деп примерный планды көрсетесіздер. Бұл план өзгеруі мүмкін, әлде мен диагностика жасаймын, но ата-ана білуі мүмкін. Примерно 1-2 айдың ішінде біз осындай результатқа шығады екенбіз ғой деген секілді. Потому что ата-анада неизвестность болған кезде ол кетіп қалуы мүмкін сіздерден. Немесе ол сізден жалығып кетуі мүмкін, немесе сіздерді дұрыс жұмыс жасай алмайтын маман деген секілді айтуы мүмкін басқаларға. Құжаттардағы қателіктер. Каждый баланың құжаттары сіздердің қолдарыңызда болады. Міндетті түрде ол баланың психиатр, невропатологтың берген заключениесі, копиясын өткізіп аласыздар, өйткені ол өте маңызды. Ертең сіздер дәлел ретінде мына диагнозбен мен келіспеймін, бұны біз өзгертеміз деген жағдайда сол психиатрдың сол кездегі нәтижесі сіздердің қолдарыңызда болуы қажет. Одан кейінгісі міндетті түрде даму картасы, міндетті түрде даму картасын біздер қалай толтырамыз? Бастапқы жоспары, одан кейін 3 айлық жоспары, сосын 6 айлық жоспарын қайта мониторинг жасап отыратын боламыз. Оның бәрі бір ғана даму картасының ішінде болады. Новыйдан бастамаймыз еш нәрсе. Одан кейінгісі баланың характеристикасын жазып қойсаңыздар болады, жазбасаңыздар да болады. Сол заключениелеріңіз өздеріңіздің қастарында тұру керек. Одан кейін балаға құрылатын ИПР, индивидуальный план работы.
бұрын ИПРлар олар тек қана мектепте құрылатын еді. Қазіргі таңда жеке орталықтарда құрады. ИПР ол міндетті түрде болу керек. Өйткені ИПР болмаған маман, ол значит EBA терапия жүргізсе, Джаспер жүргізсе, флор тайм немесе басқа да әдістерді балаға жүргізетін болса, Денверская модель болсын, значит ол реттіліктерін білмейді. Ал сіздер қолдарыңызда реттіліктер бар, білетін болсаңыздар, сіздерге ИПР толтыру мүлдем қиын емес. Мен үлгісін берем. Қараңыздар, біздер жалпы курс барысында осы ИПРларды үлгісін береміз. Просто баланың атын өзгертерсіздер, сосын әрине бір шаблон бәріне келмейді. Егер бірлескен назар кейбір балаларда 2 ай қалыптасуы мүмкін, кейбір балаларда 3 ай қалыптасуы мүмкін. Просто соза қоясыздар и все. Одан кейінгісі мониторингтің болмауы, прогресстерді өлшейтін көрсеткіштердің болмауы. Жаңа мен айттым, сіздердің обязательно құралдарыңыз болу керек деп. Өйткені көп мамандардың қателіктері осы құралдарының болмауы. Мысалы, VP-MAP протоколдары, прямо мына протоколдар бар, оны аласыздар да, осыны толтырып аласыздар. Міне форма, оценка, преград для обучения, не үшін балаға сабаққа оқу кедергі болып тұр, оценка век развития, енді бұл барлық нелері. Одан кейінгісі даже олар деңгейлермен жасалған. Сіздердің де қолдарыңызда осындай міндетті түрде бір құралдар болу керек. Жалпы диагностика жасау процесін бір қорқынышты, страшный нәрсеге айналдырудың қажеті жоқ. Просто өздеріңізге максимально жұмыстарыңызды жеңілдетесіздер. Егер адамның бойында қорқыныш неге көп болады? Өйткені білместіктен адамда қорқыныш өте көп болады. Қолдарыңызда хотя бы бір құрал болатын болса, сіздер хотя бы сүйенетін құралдарыңыз бойынша өздеріңіздің дұрыс жұмыс жасап жатырғандарыңызды дәлелдеп шыға алатын боласыздар. Менің случайымда ADOS 2-мен және VP-MAP-пен және жеке даму картасымен жұмыс жасаймын. Енді алдағы уақытта мен сіздерге солардың барлығын үйрететін боламын. Өздеріңізге ыңғайлысын қарап, таңдап, алдағы уақытта сіздер соны қолданатын боласыздар. Дәл осы методиканы, әдістерді қолданатын мамандар, олар тіптен әлемдік деңгейге шыға алады. Себебі біздер СНГ бойынша, мысалы, басқа шетелдерге барған кезде біздер ұялмай айта аламыз. Біз VP-MAP қолданамыз, давайте. Мен кез келген елдегі балаға сол VP-MAP-ті диагностикасын жасап бере аламын деген секілді. Сіздердің де сондай дәрежеге, деңгейге жеткендеріңізді мен қалаймын. Себебі сіздер қазір негізі дұрыс жұмыс жасап жатырсыздар, просто сіздерге жүйелілік керек. Тек соны ары қарай сауаттылықпен, авторлармен, осындай методикалармен толықтырсаңыздар, ары қарай сіздердің жұмыстарыңыз онсыз да жеңілдей түсетін болады. Аз уақытқа өте көп нәрселерді жеткізгім келді. Жалпы осы қателіктерді жібермеңіздер, жазып алыңыздар. Бұндай қателіктер өздеріңізге анализ жасап, сіздердің кәсіби деңгейлеріңізді арттыруға үлкен мүмкіндік беретін қадам болып саналады. Пайдалы бола алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз бар болатын болса, осы методикаларды алғыларыңыз келсе, бәрін от-до, жаңа семантикалық бұзылыс, абстракты бұзылыстардың көрнекіліктерімен, 280 беттік көрнекіліктерімен шығарып алуға алғыларыңыз келетін болса, онда менеджерге жазсаңыздар болады. Ал кішкентай ғана сабақтың өзі үлкен ақпаратқа толы болды деп ойлаймын.